Айдананың қуыршағы 13-ші бөлім. Айдана көрген түсін әкесіне түгел айтып берді. Тыңдап болған әкесі: «Қызым, түсің қиял ғажайып ертегі секілді қызық екен» деді. Сол сәт анасы таңғы астың дайын болғанын айтып тамаққа шақырды. Ас бөлмеге кіргенде теледидардан таңғы жаңалықтар болып жатты. Жаһан жаңалықтарынан Айдана мен оның әкесін таңғалдырған мынадай жаңалық айтылды. Бүгін түнде Аустралияны қоршап жатқан теңіздердің бірінде әлемге аты әйгілі інжу өндіретін компанияның су асты інжу лабораториясына белгісіз біреулер шабуыл жасап, інжу өсіріп жатқан ұлулардың бәрін босатып жіберген. Бір таңғаларлығы, бұл аумақтан ешқандай адам ізі немесе әуе арқылы келіп қонған ұшақ ізі табылмаған. Келген адам тек су арқылы келген деген болжам бар. Бірақ бақылау объектісіне ешқандай кеме, қайық секілді су көлігі ілікпеген. Бұл ғажаптың сыры белгісіз болып отыр деп хабарлады. Әкесі Айданаға бір түрлі үрке қарады. Ал Айдана жымиып қойып қолымен «Түш, әке, ешкімге айтпа» деп белгі берді. Теледидардан көз алмай отырған анасы әке мен қыздың әңгімесін байқамайда қалды. Ас ішіп болған соң Айдана есейіп қалған баладай әкесіне: «Әке, ана жолы қуыршағымның ішінен шыққан ақ тасқа неге қатты қуандың?» деді. Әкесі қызының сұрағына біраз ойланып отырды да: «Қызым, табиғаттың бізге берген көп деген сыйы бар. Соның бірі сенің қуыршағыңның ішінен шыққан ақ тас. Оны сен ақ тас дегенмен біз інжу тасы деп атаймыз. Інжу тасы өте қымбат тұрады. Оның қалай пайда болатынын сен менен де жақсы білесің» деді. «Иә, мен жақсы білемін, ал сіз ше, білмедіңіз бе?» деді қызы. «Білетінмін» деді әкесі. «Інжу тасы қанша қымбат болса да, оларды торға байлап қоюға болмайды ғой» деп наразылығын білдірді қызы. «Қызым, саған бір құпия айтайын ба?» деді әкесі. «Қандай құпия? Айтшы әке» деп қызықты қызы. «Ешкімге айтпайсың ба?» «Айтпаймын. Сенің қуыршағың ішіне түсіп кеткен паразитті ақ маймен майлап тастады ғой. Сондай қасиет адамда да бар. Олар да ішіне түскен зиян нәрсені майлап тастайды» деді. Айдана шошып кетті, аузын баса қойды. «Қызым, шошып кеттің бе?» деді әкесі. «Қызыма бекер айттым-ау» дегендей өкінішпен. «Әке, шш» деп сұқ саусағымен аузын басып сыбырлап сөйле деген белгі берді. «Мұны сізден басқа кім біледі?» деді періште көңіл бала әкесінің құлағына сыбырлап. «Ешкім білмейді балам» деді әкесі де сыбырлай. «Ешкімге айтпа, әйтпесе қара киім киген көп адам адамдарды да байлап қояды, сөйтіп ішіндегі інжулерді алады». «Жақсы, ешкімге айтпаймын» деді әкесі де. Ол қызының ақ көңіл бала ниетіне риза кейіппен қарап: «Кішкентай перизатым» деді мейірімін төге. Қызы әкесімен тез келісімге келгеніне қуанып жымиып қойды. Сосын: «Әке» деді тағы сыбырлап. «Ау қызым» деді әкесі. «Ақ тасты қуыршақтар қатты жек көреді» деді. «А» деді әкесі. Қызы әкесіне ұзақ қарап отырды да: «Сіз де сол ақ тасты жақсы көрмеңізші» деді. Үнінде жалынышты өтініш бар еді. Әкесі: «Жақсы, мен де ақ тасты жақсы көрмеймін» деді. Айдана әкесінің мойнынан құшақтап алды. Ол жылап жіберді. Әкесінің мойнында бір тамшы жас сырғанап бара жатты. 13-ші бөлімнің соңы, жалғасы бар.